Бәріңізге сәлем. Каналыма қош келдіңіз. Бұл бейнеде біз осы үйге киюге арналған балетки, яғни балерина бишілерінің билейтін аяқ киімін тоқуды үйренеміз. Бұл жерде ең бірінші табан тоқимыз. Табаннан 37-38 номерлі табан. Бұл жерде менің қолымдағы. Бұл жерде мен ең бірінші табанның мына тура ортасын қоспағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-шісінен бастаймыз. 7-шісінен бастаймыз және табаны өзімізге қарап тұру керек. Жерге тиетін жағы. Бұл жерден 3 рет іліп алу арқылы тоқимын. Бір тесіктен 3 рет іліп аламыз. 1, 2, 3. Бұл жерге 3 рет алдым. 3 рет тоқыдым. Бізде қолданатын номер біз 2-де 5. Мынау 100% акрил иранский жіп. Иранский жіптің 2 қабатталғаны 100% акрил. Жіңішке жіп 2 қабатталған. Келесіне көштік. Мына жіпті артына қарай өзімізге қосып кетіп отырамыз. Бұл жерге де 3 рет тоқимыз. 2, 3. Екі, үш. 1, 2, 3, 4, 5. 5-шісіне дейін үшеу тоқимыз. Бұл жерде мынаған үшеу, 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуге үшеу тоқыдым. Енді қалған мына екеуіне 4-4-тен тоқимын. 1, 2, 3, 4. Мына жерге де, бұл жерге де 4-еу тоқимын. 1, 2, 3, 4. Мынағанда тура ортасына келдік, дәл ортасына. Бұл жерге 5-еу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына екі жерге 4-еу, одан кейін 1, 2 жерге мына екеуіне 4-тен 1, 2, 3, 1, мына екеуіне 4-еу, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге 5-еу тоқимыз. 2, 4-еу, 5, 3-еу тоқимыз. Мына жерге 4-4-тен аламыз екеуіне, қалған 5-еуіне 3-тен аламыз. Тура мына ұқсап қарсы жақ бетіне тоқимыз. Бұл жерден 5, 3 тоқып алдым. Енді мына жерден 2-еу тоқимыз. 1, 2. Мына жерге 3-еу тоқимыз. 1, 2, 3. Мына жерге 2-еу. 1, 2. Тура осылай 2, 3, 2, 3, 2, 3 қылдырып, мына жерден санаған кезде өкшесінің тура ортасында ғой. Соған 4-еу қалғанға дейін солай тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Мынаған 4-еу қалғанға дейін. Мен бұл жерден және мына жерден 2-ден бастап қой. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2-ге келдік. Енді мына тура ортасының өкшесінің дәл ортасына дейін 1, 2, 3, 4 қалды. 4 қалды. Тура осының мына жағына дейін санағанда мына жерде 9 тесік бар. Осы 9 тесіктің біріне 4-тен тоқып шығамыз. Мындан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы 9 тесікке 4-4-тен тоқимыз. 4-4-тен тоқимыз да, ал қалған мына жерге дейінгісін тура мына ұқсап 2, 3, 2, 3, 2, 3 қылдырып тоқып шығамыз. Мына жерден бір тесікке 4-те тоқимыз.
2 3 4 тура осы ұқсап айландырып мынаның тұсына дейін 4-тен қалдырып тоқып шығамыз. Бұл жерде табан тоқ болдым. Табан тоқ болғанда бұл жердегі ең бастапқы мына жерден бастадық қой. Бұл біздің осы аралық болады. Осы аралық. Бұл біздің аяқ киімнің мына қатпарының пайда болуы, қатпарының үстіңгі алдыңғы жағындағы аяқ киімнің белгілі бір формасы өзінің сәнін осы форма келетін жерден басталады. Бұл аяқ киімнің табанының тоқылуы. Бұл жерден біз 1 2 3 4 5 бесеуін 3-тен алдық. Ал мына жағына келген кезде төбе жағында 1 2 3 4 5-еу. 5-еуі бөлек. Мына екеуін, мына екі жағындағы екеуін 4-тен, ортасындағы біреуін 5-тен алдық. Одан қайтадан айланып, мына жағынан 1 2 3 4 5-еуін 3-тен алдық. Тура мына ұқсаған. 5-еуін 3-тен, одан кейінгі екеуін 4-тен, одан кейін ең төбедегі біреуін 5-тен алдық. Ал мына жақ бүйір жағына келген кезде 2 3, мына жерде 3-пен аяқталғандығы үшін 2 3 2 3 2 3 қылдырып 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 қылдырдық. Тура өкшесіне келгенде 9. 9 тесікті 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Осы 9 тесікті біз 4-тен алдық. Мынау 4, мынау 4, мынау да 4, 4 4 4 4 4 4-тен алдық. 4-тен алдық. Ал одан кейін мына жақтан келген кезде біз мына жағындағысы 2 болғандығы үшін мына жағын 2-ден алдық. Мына жағында 2-мен бастадық. Мынамен 1-дей болғандығы үшін 1-дей болсын деп. Мына 4-тің басталатын тұсына келгенде 2-мен аяқталды ғой. Сол үшін мына тұсында да 2-мен бастадық. Бұл жерде 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2-мен аяқталды. Егер де сізден бұдан гөрі кішкене размер болса, кішкене номерлі аяқ киім болса, мына 37 38 деп жазылған. Ал егер сізде 35 36 болатын болса, сіздегі басты айырмашылық бұл жердегі мына 2 3 2 3 2 3 деп келетін жер бар ғой, сол жерінен сізде айырмашылық болады. Ал қалғанына басындағы 8 1 2 3 4 5 6 7 15 басындағы 15 тесікпен соңындағы 9 тесіктің тоқылу саны өзгермейді де, мына ортасындағылардан мысалға мына жер сізде 3-пен аяқталуы мүмкін. Мына егер кішкентай номерлі болса, мүмкін үлкен номерлі болса да, сізде мына жерде 3-пен аяқталуы мүмкін. Мына жағын қалай тоқып келдіңіз? Тура осы 9 тесік біткеннен кейін мына жағындағысы қаншамен аяқталған, мына жерінде сонымен бастап айландырып тоқисыз. Мен мына жерде 2-мен аяқтап келдім. 2-мен аяқтап келгеннен кейін мына жеріндегі бірінші екеу тұр ғой. Бірінші екеу. Соған алып келіп бұны бекітемін. Бекіттім, және бұл жерден 2 көтерілмеген ілеміз. 1 2 2 көтерілмеген іліп, осылай ілмекпізден біреу алдым. Біреу алғаннан кейін мына жіптің арқысынан ілеміз. Мына жерде шетінен арқысынан ілген. Тура осы жерден жіптің арғы біреуінен ілеміз. Екеуінен емес. Екеуінен бірдей емес, арқысынан ілеміз. Жіптің арғы шетіндегісінен ілдік. Ілмекпізде 3, екеуінен біреу, екеуінен біреу. Бұл толық көтеру ілмегі, яғни үлкен таяқша тоқимыз. Тура осылай арғы жағынан тура осылай үлкен таяқшамен мынаның тұсына келеміз, мына жерге. Тура осылай айландырып, мынаның тұсына екі ұзын таяқшалармен осы жерге дейін тоқып аламыз. Біз бұл жерде санаймыз, мына жерден санап аламыз, санап бөліп аламыз. Санаған кезде мына ең бірінші 2-ге көтердік қой, 2 жіпті. Оны санамаймыз, бұл есепке кірмейді. Ал одан кейінгі таяқшаларды санаймыз. Бізде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25-ші таяқшаға біз белгілеу ілгегін белгілеп қоямыз. Себебі бұл ең ортасы болып саналады. Мына жағынан да 24 санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 болды. Біз бұл жерлерге мына балеткенің басындағы мына бедер формасын келтіреміз. Ал ендігі кез одан кейінгісін біз тағы осылай бір ілгек ілеміз. Бір ілгек ілгеннен кейін тура солай арғысынан ішінен ілеміз. Үшеуінен бір өткіземіз. Үшеуінен бір өткіземіз. Бұл жартылай биіктік деп аталады. Толық биіктік емес, жартылай биіктік. Осылай жартылай биіктікпен айландырып тоқып шығамыз. Біреу ілеміз, ілмек бізде біреу. Тағы бір жібіп шығамыз, ілмек бізде үшеу. Ілмек бізде үшеу. Үшеуінен бір алып шығамыз. Ілмек бізде біреу.
2 болды. Ілмек бізде 3, 3-інен 1 алып шығамыз. Тура осылай. Мынадан айналдырып, мына жерге жекін тоқып келеміз. Осылай келеміз, мына жерге алып кеп. Осылай екеуін біріктіреміз. Және бұл жерге тағы 2 көтерілмеген ілеміз. 1, 2 көтерілмеген ілдім. Енді біреу іліп аламын былай. Сосын мына жерден бастап сыртына. Сыртынан енді былай ішінен. Біреу іліп сыртынан. Бір ішке, бір сыртқа. Тура осылай. Осыны тоқып шығамыз. Сыртқа, ішке, сыртқа, енді ішке. Ішке былай шығарып аламыз да. Үстіне келген кезде екеуінен, одан кейін екеуінен. Сыртқа, ішке, сыртқа, ішке, сыртқа, ішке. Тура осылай. Мына жерге дейін тоқып шығамыз. Мына жерінде біз қатпарлардың сыртына қараған жағын санаймыз. Бір сыртқа, бір ішке қалдырып тоқтық қой. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 енді 13-шісі сыртқа болып келетін жері тура дәл ортасы болу керек. Жаңа белгілеп алған тура дәл ортасы бұл сыртқа келді. Мынамен 13. Мына жағында 12, мына жағында 12, мына жағында 13. Яғни бұл жерде 25. 25 алу керек. Енді тура мына мақсат мына жеріне 12 жазып шығамыз. Сыртынан санағанда 12 болу керек мына жағында да. Бұл жерде мына жерден тоқ болдым. Мына жерден тура ортасы мынау. Енді бұл жерде біз санасақ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, яғни біз жоғары жағындағы формасын келтіріп болдық. Біз бұл жерде енді тағы да бір рет ілеміз. Демек бізге нақсаймыз. Сол кезде бізде үшеуі былай қатарынан төмен саты ұқсап тұрады. Үшеуі бірдей бір деңгейге келмейді. Тура осылай жартылай таяқша тоқимыз. 1, 2 жартылай таяқша тоқып қоямыз да. Бұл жерде біз мына аяқ киімнің өкшесін қарасаңыздар, көтеріңкі. Бұл жерде арнайы аяқ киімнің өкшесі ең бірінші шығарылып алынған. Басын тоқымастан бұрын аяқ киімнің өкшесін шығарып алғанбыз. Енді біз бұл жерде бұл жіпті үземіз. Мына жерден жіпті қиып біз енді өкше жағын тоқимыз. Өкше жағын тоққан кезде ең бірінші дәл ортасын тауып аламыз өкшенің де. Өкшенің дәл ортасы болған жер мына жер. Ең бірінші көз мөлшерімен қарайсыз, мына жер. Көз мөлшерімен мына жер болып тұр. Мына жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5, мынаны санамаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-шісінен. 13-шісінен алып келдім. Және қазір тура осы жерден алып келіп тоқтатамын. 13-шісі, яғни мына ортасы болса 1, 2, 3, үшіншісінің аяқталған жері. 1, 2, 3. Дәл осы жерге алып кеп, мен дәл осының тұсына алып кеп, бұл жерден де 12. Мына деңгей біз мынаны алдық қой. Мынаны алдық қой, оны тура ортасы деп. Енді бұл жерден 1, 2, 3, 12, 13. 13-шісі осы жерден бастаймыз. Осы жерден бастап біз бірінші өкшесін тоқаламыз. Одан кейінгісін ілмек бізде 2. Одан ілмек бізде 3 болды, 3-інен 1. Тура осы әдіспен
қарсы жақ бетке тоқып шығамыз. Тура осылай. Және біз мына жерден алдық. Тура тастап мына жерінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-шін алып кеп бекітіп, тура осы жерге дейін тоқып шығамыз. Мына айландырып, мына жақ шетіне дейін. 22, 23, 24, 25. 25-тен кейін соңғысына бекітуліге келдік. Бұл саналмайды. Біз және мына жерінен бастап 12 былай қарай санап алдық қой, 12, 13-шісі деп санадық та, 13-шісін санаған жоқпыз. Содан бастап былай қарай 25 тоқыса, 25 тоққан кезде мінекеуі бірдей болады. Осыдан кейін енді мынаны қиып тастаймыз. Біз енді екінші қатарды 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар алдыға жылжып бастадық. Және мына жақта, аяқта мына жақтан да тура 5 қатар алдыға жылжып барып тоқтап, жібімізді қиямыз. Мына жерден жіпті суырып алдым. Енді бұл жіпті бекітеміз. Бекіттік. Тура осылай жартылай биіктік арқылы ар жақ бетіне тоқып шығамыз. 1, жерде мына үшіншісі. 3. Айтпақшы, мына жіпті қосып алып кетіп отырамыз. Мына жіпті арасына. Енді мынаны былай қарай алып кетеміз. Ортасына тап. Тура осылай тоқып келген кезде мынадан ілмейміз. Ол жердегі біреуін тастап, мына жерде тура ең алғаш бекітулі керек тұр ғой, ол жерден ілмейміз. Ол жерден ілмей, оның үстіңгі жағынан ілеміз. Сонда бізде міне екеуі бірігіп кетеді нақсап. Нақсап бірігіп кетеді. Мынаның астынан ілмейміз. Тура осылай мына жерге дейін тоқып келеміз. Мына жақ шетіне келдік. Шетіне келгеннен тура және сияқты үстінен ілдім. Және белгілі тұрған жерден емес, астынан түсіп, соның қасындағысынан тура және ана алдыңғы бетінде қалай екінші қатарға қосылдық, тура сол мына жағынан да тура солай қатарды аяқтаймыз. Мына бір болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5-шісі бізде арғы бетте бекітулі кегі болатын. Сол себептен мына жағын бекітулі кегімен аяқтаймыз. Енді және де тура осылай мына жағынан келеміз де 5. 1, 2, 3, 4, 5. Алдыңғысын қиып тастаймыз да, одан кейінгісін қосып алып тоқимыз бірге.
төртеу, мынау бесіншісі. Бесіншісі. Тұр осылай мына жерге дейін тоқып мына жағынан да бесеу аттатып тоқимыз. 2, 3, 1, 2, 3, 4, мына бесіншісі. Біз және де мына жерден 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Бесеу және де аламыз. Сонда бізде бұл жерде төртеу болады. 1, 2, 3, 1, 2, 3, мына төртіншісі 1, 2, 3, енді төртіншісін аламыз. Мына жерден де артық жемін қиып тастаймыз. Төртеу, мына бесіншісі. Тұр осылай келесі бетке шығамыз. Мына жерден мына қатар тоқ болды, өкшесін шығаруда. Мына жерде өкшесін тоққан кезде жіптеріңізді тартып алып тоқисыздар, тартып қатты қалдырып тоқисыздар. Сол кезде былай қарай имектеліп ішіне қарай кіріп тұрады. Мына жерінде де жіпті өкшесін қатты тартып тоққандау үшін ішіне қарай кіріп имектеліп тұр. Бұл жерде біз міне қарасаңыздар қанша қатар тоққанымыз көрініп тұрады. Міне астында түзу бір қатар болғанымен мына жерде біреу, былай келіп тұр мынау екеу, мынау былай келіп тұр мынау үшеу, ал мынау былай қарай келіп тұр төртеу, ал мынау былай қарай келіп тұр. Бұл уже басқа нәрсе. Мына жерде біз міне мынау біреу, екеу, үшеу, мына сыртындағысымен төртеу тоқыдық. Енді біз мына жерден былай қарай жалғастырып тоқимыз. Бұл жерден жалғастырып тоққан кезде мына жіптерді мынаған қайтадан байлап бекітеміз. Тұр осылай. Байлап алдық, жалғап енді осы жерден тоқуды қайтадан жалғастырамыз, бұрынғыдай тоқуды. Міне жаланған жерге келген кезде сәл қиындық туғызып жатыр. Бірақ міне әйтеуір осы бір рет көрініп білсек болды. Міне жалаған жеріміз қалып қалды. Бұл аяқ жағына келгенде онда аяқ киім ішінде көп білінбейді.
тура осылай тоқып отырып мына жақ бетке келеміз. Мынаның үстінен айландырып тоқимыз. Мына жіптерді тура жәңе ұқсап астына бірге тоқып алып кетеміз. Мына жерге дейін тоқып кетеміз қазір. Бұл жерде енді мына екеуін біріктіреміз. Мына жағын қатты қалдырып тартып тұрып осылай біріктірдік. Біріктіргеннен кейін үстінен екі көтерілмеген дейміз. Көтерілмегендік және мынаның сыртынан сыртынан ішінен енді сыртынан тура осылай тоқып отырып мына жерге дейін келеміз. Мына жеріне келдік. Ішінен бұл жерде былай қарай үстіне қарай тартып аламыз. Одан кейін мынаны былай қарай үстіне кішкене тартып аламыз. Содан кейін мынау сыртынан өткіздік. Ілмек бізде екеу. Және тура ортасынан аламыз. Ортасынан екеу, ілмек бізде үшеу. Ілмек бізде үшеу. Енді және мына жақ шетінен аламыз. Ілмек бізде төртеу. Осы төртеуінен бірге өткіземіз. Сонда бізде мына үшеуін біріктірген болып саналдық. Және де бұл жерге дейін ішінен енді сыртынан тура осылай мына жерге дейін тоқимыз. Мына жерге келдік. Мына жерге келгенде келесіне ауысамыз. Мына жерден келесіне. Мына біреуін тастап, мынадан келеміз. Осыған кеп тура осылай мына жерге дейін тоқып келеміз. Мына жерге дейін. Мына жеріне келгенде қатты тартып, екеуін былай бекітеміз. Бекіткеннен кейін екі көтерілмеген дейміз. Бұл жерден бірінші сыртынан. Енді ішінен. Бұл жерде пресс келетін жет, мына жерде біз былай алдық қой. Былай алғаннан кейін мына жерден былай көтеріп аламыз да үстінен бекітеміз. Үстінен өткіземіз жіптісі. Қатты тартпай кеңдеп өткіземіз. Енді ішінен көтеріп үстінен өткіземіз. Тура осылай мына жерге дейін келеміз. Бұл жерде үстінен қосамыз, біріктіріп алдындағы сияқты қылдырып. Мына жерде былай үстіне келдік. Үстіне ең бірінші мына жерден мынаны сәл ұзындау қылдырып алып болғанымыз дұрыс. Соны сәл ұзындау қылдырып қатты емес, бірақ сәл ғана ұзындау. Астына алып кетеміз. Тартамыз, үстіне алып кеп. Жіп, үстінде екі жіп, ілмек бізде екі жіп болды ғой. Енді қайтадан алып келеміз да, мына екеуінің арасын өткіземіз. Мына екеуінің үшеуі ғой, үшеуінің біріккен жерінен тура дәл төбесінен алып келеміз. Ілмек бізде үш жіп. Одан келесі мынаның екі жақ шетіндегісіне алып келеміз. Ілмек бізде төрт жіп. Ілмек бізде төрт жіп. Мына жерде қарасаңыздар төрт жіп туған. Төртеуінен біреуін өткіземіз. Төртеуінен біреуін өткіздік, бізде осылай бірікті. Одан кейін келесі мынаның ішінен. Одан кейін сырты.
тура осылай айландырып тоқимыз. Әрбірі қатар болып келген сайын мынаның екі жақ шетін тегісімен, мына екі жақ шетін тегісімен қосып, мынаның екеуінің біріккен жері ортасынан және сияқты қалдырып. Мынандай бір артына шегеріп тастап түсіндірейін қайтадан. Бізді ендігі бірігетін жері мына мен мына екеуін алып келіп және мына жерден алып біріктіреміз. Мына үшеуінің ортасынан алып, тура осылай алып тоқимыз. Тоқып, қазір мына екінші жіптің қосылған жеріне дейін алып дейін мен тоқимын. Қазір айландырып алып кеп 4 айландырамыз да 5 айландырамыз солай. Бізде мына жерде екінші түсті жіпке ауыстық. 1 2 3 4 5. 5 қатар тоқып болғаннан кейін біз мына жерде 1 2 3 4 5 6 7. Мына жақтан 7, мына жақтан түйіскен жерінде 5 қатар жіпке келгенде біз басқа түске ауыстық. Бізде мына жерде енді басқа түске ауысатын келдік. 1 2 3 4 5. Бізде 5-ші қатар бірікті. Бірікпеген 1 2 3 4 5 6 7. Бірікпеген 7 қатар бар. Біз бұл жерде енді екінші түсті жіпке ауысамыз. Екінші түсті жіпке ауысқан кезде мына жеріне байлаймыз. Мына жіптің мына жеріне байлап, түбіне тақап қоямыз дағы. Мына жіпті қосып бірге алып тігіп отырамыз. Енді қолымызға мына жіпті аламыз. Мына жіпті алған кезде мына жіпті мына қарай бекітіп қойып, бекіткен кезде мына жіпті алып шығамыз ішінен. Енді бізде мына жіпке ауысты. Екінші түсті жіпке ауысты. Бұл жерден 2 қатар көтерілмеген ілеміз. 2 қатар көтерілмеген ілдім. Енді бізде бірінші сыртынан. Енді ішінен маңызды былай кіргізіп аламыз да. Одан кейін мына ішіне кету керек болған жіпті осының арасына кіргізіп қосып кетеміз қазір. Екеуінің арасына кіру керек еді мынау. Былай арасына қосып алып кетеміз бірге. Міне екеуінің арасына қостық, міне. Сіздерге дұрыстап көрсетейін, дұрыс көрмей қалды. Ең бірінші былай қарай іліп аламыз. Іліп алып, ең бірінші астынан өткізілу керек болған жерден өткіземіз. Өткізгеннен кейін алып шықтық. Енді былай қарай. Бізде екеуі. Сонда міне бізде қосылды арасына, міне. Ана жіптің астында тұр. Тура осылай қосып алып кетіп отырамыз. Енді сыртынан алған кезде ол ішіндегі жіп сыртынан алып шығып қоспаймыз. Тек ішінде ғана қосып отырамыз. Енді ішкі жағынан. Енді сыртынан. Енді ішінен. Ішіне болған кезде мына бірге қосып алып жөнелу керек болған жіпті мына жіптің арасына айқастырып салып қоямыз. Арасына бірге қосылып кетіп отырады осылай. Міне. Осылай тоқып отырып, мына жерге келеміз, мына жерге. Біз осының алдында, мына жерге, мынамен, мынаның ортасындағы мен, сосын кейін мына шетіндегі үшеуін қосып, осындай үш бұрыш қылдырып жасап, басын біріктіріп қосып отырдық қой. Ал бұл жолы одан гөрі сәл басқаша жасаймыз. Мына жерден
Енді сыртынан аламыз. Енді ішінен аламыз. Ішінен алдық. Енді ілмек бізге біреу ілеміз. Ілмек бізге біреу ілдік. Біреу ілгеннен кейін мына жақ шеткісінен аламыз. Мына үшеуінің, мына бірігіп тұрған үшеуінен жеке-жеке алып шығамыз. Мынадан алдым. Алып шығам бері қарай. Былай біреу алдым. Одан кейін ортаңғысынан. Ең бірінші шеткісінен. Ілмек бізде екеу. Одан кейін ортаңғысынан. Ілмек бізде үшеу. Одан кейін шеткісінен. Мына шеткісінен аламыз. Ілмек бізде төртеу. Төртеу болды. Төртеуден біріктіреміз. Біріктіріп алдық. Бізде бұл жерде мынаның үшеуінен жеке-жеке алдық. Енді ішінен аламыз. Ішінен алған кезде мына сұр жіпті екеуінің арасына қостырып алып жүреміз, біріктіріп. Енді сыртынан. Осыдан кейін қайтадан сұр жіпті аламыз. Бұл жерде мына аралықты кішкене біріктіріп жөндеп аламыз. Мына жерді, мына аузын кішкене біріктіріп, онша қатты емес, қалыпты қалдырып. Кейін аяғыңыз симей қалмасын, қатты тартып қоймайды. Қалыпты қана біріктіріп аламыз бұл жерді. Мына жерден міне бізде жіп ауысты. Енді осыдан былай қарай тура осы әдіспен қарсы жаққа кие барамыз қайтадан. Бұл жерде мына жіпті қиып тастаймыз. Осыдан кейін мына жіпті қиып тастадым. Енді мынаны тура осылай жалғастырып, мына жерге дейін алып келеміз. Енді бұл жерге тағы да мына жіптен жалғаймыз. Жіптің түсін ауыстырамыз. Мына жерден екі рет тіктім, тоқыдым,
және де бұл жерден сұршыпты қиып тастаймыз. Енді біз бұл жерде тек қана мына жердегі сыртындағысынан ғана алып шығамыз. Ішіндегісіне тоқымаймыз. Тек осылай сыртындағысынан ғана алып айландырып шығамыз. Мына жеріне келген кезде мына екеуін біріктірген мына үшеуінен алып. Мынаның ортасынан аламыз. Алдыңғы мыналар тоққан сияқты қылдырып. Және мына жақ шетіндегісін аламыз. Үшеуінен бірге. Енді мына жағында сыртынан аламыз. Және бұл жерде мына жерге келеміз. Тура осылай бекіту арқылы шетін осылай айландырып тоқып шығамыз. Тура осылай былай айландырып мына жерге келеміз. Енді бұл жерден мынаның арқасынан ілеміз. Тура осылай мынаның арғы жағынан. Тура осылай тоқып отырамыз. Мына үшеу ғой. Мына жердегі үшеуге келген кезде мына біреуінен екі жақ шетіндегісінен екі рет тоқимыз. Ортасынан бір рет тоқимыз. Мына жақ шетінен екі рет тоқимыз.
және осы жерден мына жіпті де қиямыз. Мына жіпті қидық және тура осының аяқталған тұсынан, яғни ішіне қарай бағыттап түсіріп алдық. Енді мына жіптерді ішіне қарай жасырамыз. Мына жердегі жіпті біреуін жасырып көрсетейін мен. Сізге қалай ыңғайлы болады, солай жасырасыз. Былай алып шықтым. Мына жерден біреуін ғана өткізейін. Ананың біреуімен, мынаның біреуін байлаймын. Қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, Инстаграмнан жазсаңыздар, болмаса комментарийға жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап ала аласыздар. Бұл видео ұнаған болса, маған лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Қазира.